Баршаңызға сәлем. Менің есімім Гүлбану. Мен бүгін бірінші рет осындай дубайский шоколад жасап шықтым. Өте әдемі, дәмі өте әдемі болады екен. Сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер. Мен ең бірінші осындай шоколадымды ертіп алдым. Шоколадтың ең таза түрін таңдасаңыздар, кондитерский магазинде килограммдап сататын шоколадтан алдым. Шоколадыңыз әдемі болса, дубайский шоколад өте әдемі, керемет шығады екен. Осындай еріген шоколадымызды осындай арнайы ыдыстарына құйып шығамыз. Құйып шығып, жан-жағына бұлай жағып шықсаңыздар да болады, маған ұқсап, жақпасаңыздар да болады. Міне осындай әдемі болып тұрады. Міне маған ұқсап, осылай жағып шықсаңыздар болады. Ортасына начинкасын саламыз. Тиктокқа кірсең де, Инстаграмға кірсең де осы әйтеуір дубайский шоколад. Ашып қалсаң дубайский шоколад. Сонымен мен де жасап көрейінші қандай болады екен дәмі деп жасаған түрім ғой енді. Балдарым да осындай жекші деген соң өзімнің жаңағы заттар алатын кондитерский магазиннен осы азырақ бір көрейінші жасап, егер ұнаса тағы да жасайым деген ниетпен жасап жатқан едім. Не осылай тегістеп аламыз. Тегістеп болған соң бұны қатыруға жібереміз. Одан кейін осындай катайфи өзінің арнайы тестасы болады екен. Осы тестаны жаңағы қып-қызыл қылып макаронға ұқсатып қуырып алады екенбіз. Мен негізі бұл жерде катайфидің бәрін қуырып қойған екем. Көп қуырып қойыппын. Артылғанын балдар қытырлатып жеп қойды. Осындай қызып тұрған табада осындай сармайымызды салып, катайфи қамырымызды салып, әдемелеп, қып-қызыл қылып қуырып аламыз. Міне осылай қып-қызыл болып шыққаннан соң оны басқа ыдысқа салып, осындай фисташковый пастамызды құямыз. Енді менің бұл жерде осы фисташковый пастам азғантай болып қалды. Егер рецепт керек болса, мен несіне жазып кетемін. Осы видеоның астында рецептін жазып кетемін. Енді мен бірінші мәрте жасап көрген соң осындай кемшіліктері болады ғой. Фисташковый пастам аз болып қалды. Бұл начинкасы дайын болған соң морозильниктегі қатқан шоколадтарды алып кеп, үстіне осындай начинкасын салып шықтым. Осы начинкасымен әдемі болады екен шоколадтың дәмі. Қатты қызартып қуыра беріңіздер. Егер қатты қызарып қуырылмаса, қытырлақ болмай қалады екен. Міне осылай тағы да шоколадымызды ертіп алып, осылай бетіне құйып шығамыз. Негізі жасалу оңай екен. Жасап көрсеңіздер болады. Міне осылай дубайский шоколадымыз дайын болды. Қатырып алсақ дайын болады. Осылай қағып жерсек беті әдемі тегістеледі. Міне осымен дубайский шоколадымыз дайын болды. Ыдысынан алып дәмін көреміз енді. Қандай болған. Егер де менің видеом ұнаса, лайк басып кетіңіздер. Ұнамаса комментарий жазып кетіңіздер. Міне осымен дубайский шоколадымыз 5 минуттың ішінде дайын болды. Бірге сіздер де жасап көріп дәмін көріңіздер.
өте әдемі шықты. Міне бізде трендтен қалмай дубайский шоколадты жасап шықтым. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Рахмет баршаңызға.